Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен бірге оқулығымыздағы ерекше бір тақырып статистика бөлімі бойынша вариациялық қатар, абсолют жиілік, салыстырмалы жиілік және жиілік полигоны деген тақырыптарды өтетін боламыз. Алдыменен вариациялық қатар дегеніміз не? Ол вариациялық қатарды білу үшін оқулығымыздағы бас жиынтық деген сөзге мән берейік. Сосын кездейсоқ таңдама деген нәрсе не, осы туралы айтатын боламыз. Айталық, бізде қазір ауа райы туралы сөз қозғайық. Бізде Қызылорда қаласында қазір бізде желтоқсан айы болса да күн қыстың уақытынан сәл жылылау болып тұр. Сондықтан бізде осы желтоқсан айындағы бір айдағы ауа температурасын алайық. Бір айдың ішінде бізде 30 күн болса, сол 30 күннің ішіндегі ауа райы бізде -10 градус, -9, -5, немесе тағы да -5 градус, сөйтіп 30 күндегі ауа райын біз барлығын жинақтап алғанда бас жиынтық деп атаймыз. Ал соның ішінен бір 10 күнді біз бөліп алайық. Жаңағы желтоқсан айындағы 30 күннің ішінен бір 10 күнді бөліп алып, сол 10 күндегі ауа райларын қарайық, тексеріп, сол бөліп алынған ауа райын жаңағы 10 күндегі бөліп алғанымызды бізде кездейсоқ таңдама деп атайды. Қазір енді біз былай жасайық. Сол кездейсоқ таңдамадан алынған 10 күндегі ауа райы мынандай болып келсін деп атайық бізде. Айталық, -2 градус дейік, -3 градус, тағы да -3 градус болсын, -9 градус болсын, -5 градус. Мына жерге градустарды қойып қояйық, температуралар бізде осындай. Тағы да -5 градус болсын, 2 градус болсын, тағы да минус ауа райлары. Бізде қанша болды? Енді 10-ға жеткізейік барлығын. Біз өткені 10 күндегі ауа райын жинақтап отырмыз ғой. -7 градус, -6 градус болсын, тағы да -5 градус болсын. Міне 10 күндегі ауа райы осындай. Біздегі 10 күндегі. Енді осы тұрған ауа райындағы сандарды біз қазір ретімен жинақтайық. Яғни өсу ретімен немесе кему ретімен реттеп алайық. Қазір мінекей біз өсу ретімен жазатын болсақ, теріс сандарды бізде ең кішісі қайсы болады? Модулі үлкені ең кіші болады. Демек, -9-ды жазып қоямыз. -9, -9-дан кейін не бар бізде? 8 жоқ, -7 бар. Тағы да не бар? -6 бар, -5 бар. -5 неше рет бар? 1, 2, 3. Олай болатын болса, біз 3 рет жазамыз. -5-ті. Тағы одан кейін -3 бар. 2 рет жазылды. Тағы не бар? Бізде -2 градус, -2 градус. Ал қараймыз балалар. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жаңағы мына алған ауа райындағы 10 санды біз ретімен жаздық. Яғни қандай ретпен жаздық? Өсу ретімен жаздық. Міне осы берілген жаңағы таңдамалы алған сандарымызда өсу ретімен жазатын болсақ, міне осы қатарды вариациялық қатар деп атайды. Яғни өсу ретімен жазуға болады, немесе кему ретімен де жазуға болады. Яғни -2 деп бұлай өсумен де жазуға болады, кемумен де. Енді әрі қарай кеттік. Ал келесі сөз бізде абсолюттік жиілік дейді. Ол үшін балалар біз қазір мынандай кесте құрамыз. Қазір мінекей мынандай кесте алдық. Бұл кестеге мына жерге x деп қоямыз, x, екіншіге n деп қоямыз, үшіншіге w дейміз. Бұл не екен? Қазір айтамын. Мына x дегеніміз мына жердегі тұрған сандарды қазір рет-ретімен орналастырамыз. Бізде өсу ретімен жазылып тұр ғой. Алдыменен мына -9-ды жазып қоямыз. Енді -9, одан кейін -9 неше рет жазылып тұр мына жерде? 1 рет. Астына 1 деп қоямыз. Мына сөздерді балдар, мына тұрғандар варианта деп аталады. Мінекей мына қатарды балдар варианта деп атайды. Варианта бірінші қатар. Мына жерге мен жазып қояйын қазір. Варианта. Екінші қатарды абсолюттік жиілік.
Ал үшінші қатарды салыстырмалы жиілік деп атайды. -9 бізде бір рет бар. Келесі -7. -7 неше рет бар? Ол да бір рет. -6. Мінекей, ол да бізде бір рет. -5. -5 бізде 1, 2, 3 рет бар. Демек, мына n деген сөз, мына сан неше рет кездесіп тұр, соны жазып жатырмыз. -3 неше рет кездесіп отыр? 2 рет кездесіп отыр. -2 де 2 рет кездесіп отыр. Мінекей жаздық. Яғни бірінші қатар бізде варианта деген мына қатардың ішіндегі сол цифр ғой, сол сандар, яғни қандай түрі бар, санның қандай түрі бар. 9 деген түрі бар, 7 деген түрі бар, 6 деген түрі бар деген сияқты санның түрі, варианты. Келесі, сол сан неше рет келіп тұр, соны екінші қатарға жазамыз. Сол сан неше рет қайталанып тұр, соны екінші қатарға жазамыз. Ол санды бізде абсолюттік жиілік дейді. Мысалы, -9 санының абсолюттік жиілігі 1. -5 санның абсолюттік жиілігі 3. Мінекей, түсінікті, әрі қарай салыстырмалы жиілік дегенімізде, салыстырмалы жиілік дегеніміз біздегі барлық, мына вариантадағы барлық сандар нешеу, мінекей, алып отырған абсолюттік жиіліктегі барлық n-нің саны нешеу бізде? Мінекей, санағанымызда 10 болып тұр ғой. 1, 2, 3 деп санағанда 10 болып тұр. Немесе мына жердегі сандарды қоссақ та болады. 1-ге 1 қосамыз, 1 үшеу болады. 3-ге 3 қоссақ 6, 6-ға 2, 8, мінекей 10. Яғни бізде 10. Сол салыстырмалы жиілікті табу үшін абсолютті жиілікті бөлеміз 10-ға. Яғни санына бөлеміз. Барлық жалпы санға. Келесі екінші, онда да мінекей 1-ді бөлеміз 10-ға. Тағы да 1-ді бөлеміз 10-ға. Келесі 3-ді бөлеміз 10-ға. 2-ні бөлеміз 10-ға. Келесі 2-ні тағы да бөлеміз 10-ға. Мінекей бұл бізде салыстырмалы жиілік. Енді мына жерде мен ондық бөлшек түрінде жазып жіберсем, балалар, 0,1 деп аламыз. Мына жерде 0,1, 0,1. Келесі бізде 0,3, 0,2, 0,2 деген нәрсені білдіріп тұр. Ал енді келесі бізде жиілік полигоны дегенде. Қазір жиілік полигон көрсететін боламыз. Ол үшін жиілік полигон салу үшін біз координатаға x және y осьтерін салатын боламыз. Ал жиілік полигон салу үшін бізде екі ось бар, x осі және y осі. Енді қараймыз, x осіне мына x-та тұрған сандарды саламыз. Ал y осіне w мінекей салыстырмалы жиіліктің мәндерін саламыз. Ал енді есептейік. -9, -7, -6, -5, -4, -3, -2. Мінекей мына сандарды реттілікпен салдық. Ал y осінің бойына мына салыстырмалы жиіліктің мәндерін саламыз. Енді мына ондық бөлшек түрінде көрсеткен бізге ыңғайлы болады. Сондықтан былай жасап алайық. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, тағы да осылай кете береді. 0,5. Ал енді біз сызбаны қалай жасаймыз? Ол үшін бірінші былай жасаймыз. -9, мінекей -9 градус болып тұрған кезде 0,1 болып тұр. Демек, -9-ға 0,1 екеуінің қиылысқан нүктесі. Мінекей, мынау бірінші нүкте бізде. Келесі, -7 градус болғандағы салыстырмалы жиілік 1/1, онда да осындай болып тұр. Мінекей. Одан кейін -6, дәл сол, онда да осындай болып тұр. Әрі қарай, -5 болғанда 10/3. Мінекей, -5 болғанда 10/3. Мына екеуінің қиылысқан жермеке қарайық. Мінекей, мына екеуі бұлай сәйкесінше қиылысқан жер бұлай болып тұр. Келесі, -3 болғанда, -4 бізде жоқ қой, -3 болғанда бізде болып тұр қанша? 10/2. -3 болғанда, мінекей, бұлай жасаймыз. -3 болғанда 10/2 болып тұр. Келесі, -2 болғанда тағы да 10/2. Мінекей, біздегі қазір сызба түрінде көрсететін болсақ, мінекей, бізде бұлай болып тұр екен. Мына шыққан
сызбаны жиілік полигоны деп атайды. Бізде кейбір есептер шығару барысында салыстырмалы жиілікті процентпен сұрайтын жағдай кездеседі. Ол кезде бізде мына берілген бөлшектерді, ондық бөлшекті болсын, жай бөлшекті болсын, 100-ге көбейтсек жеткілікті. Мына жерде мінекей 10-нан 1-ді 100-ге көбейтсек неше болады? Үтір айырып, жаңа есептеп отырамыз, біреуін көрсетіп жіберейін. Енді бізде кәдімгі өздерің білесіңдер, 10-нан 1 көбейту 100% болатын. Енді процентпен көбейтіп отырамыз ғой. Сонда неге 1 нөлмен мына қысқарып кетеді, бізде қанша қалады? 10%. Демек, мына жерге 10% деп жазсақ болады. Мінекей келесіде де 10% болады. Яғни 0,10-нан 1 деп тұрған жердің бәрінде 10%, ал мынау бізде 30% болады, 20% болады. Тағы да 20%. Яғни мінекей бізде берілген салыстырмалы жиілікті осындай проценттер түрінде де жазуға болады. Ал құрметті оқушылар, біздің бүгінгі осы 7-ші сынып алгебрасындағы бір ерекше тақырып осы статистикалық бөлімдегі вариациялық қатар, абсолюттік жиілік, салыстырмалы жиілікке және жиілік полигонына берген тапсырмаларды осы берілген схема бойынша орындауымызға болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Құрметті оқушылар, келесі сабақтарда жіберіп алмас үшін біздің арнамызға тіркеліп, өздеріңнің пікірлеріңді қалдырып, лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше.